көп балалы отбасында ер жеттім. Үлкен әпкем, 2 қарындасым бар. Барлығымыз атамыз бен әжеміздің қолында өстік. Ренішім жоқ. Ештеңеден кем қылмай өсірді. Алайда әкем мен әжем маскүнем болды. Құдайдың құтты күні үйде адамдар шақырып алып, ішіп отыратын. Қарындастарым үйдің тірлігіне жақсы. Үнемі үйді тазалап, тамақ дайындап отырады. Ал өз анам мен әкем кіші қарындасымен бірге арғы көшеден 2 бөлмелі үй соғып, сонда тұрды. Себебі үйде әкем мен әжем келіспей, біраз ұрыс-керістер болып қалды. Әпкем олардың ішкіліктерін көтере алмай, 17 жасында тұрмыс құрды. Өзінің мінезі ақкөңіл әрі момын. Мектепті бітіре сала көрші ауылға тұрмысқа шығып кетті. Себебі әжемнің үйінің тірліктері соның мойнында. Қалған қарындастарым ол кезде оқушы. Әкем мен әжем ұрысса, әпкем екеуміз әрең ажыратып алатынбыз. Анамды әкем көп ұрған соң үнемі ауруханаға жатып қалатын, талай жері сынды. Қазір әпкемнің тұрмыс құрғанына 7 жылдан асты. Ал мен оқуды бітіріп, военный жұмысқа тұрып алдым. Бірақ айлығымды үнемі әжем алып отырады. Керек жарағымды әжемнен сұрап алып жүрдім. Ол басында үйреншікті еді. Әжеме айлығымды бермесем, үлкен қырғын шығарады. Күндердің күнінде көрші ауылдың бір қызымен танысып, екеуміз 1 жыл уақыт қыз бен жігіт болып жүре бастадық. Ол мені маскүнем отбасымды білсе де, менен бас тартпады. Сол үшін де ол қызды сүйіп қалдым. Ол қызға қатты бауыр басып, жақсы көріп қалдым. Ол да мені ұнататын. Ол туралы үйдегілерге айтып, үйленгім келетінін айттым. Олар қарсы болмады. Қатты қуанды. Оны шаңырағыма алып келуге асықтым. Содан көп өтпей, өзінің келісімен үйге алып келдім. Бірақ оның үй іші ол жайлы білмейтінін. Үйге алып келген соң, әкесі мен анасы қуып келді. Сонда келіншегімнің ақылдылығы ата-анасының барлығын түсіндіріп, жақсылап сөйлесті. Не айтқанында хабарым жоқ. Бірақ ашулары симай келе жатқан олар күлімдеп отырды. Оларды күтіп шығарып салып, салт дәстүрлер орындалып, тойда өтті. Мен бұл уақыттары қатты қуанып жүрдім. Себебі сүйген қызымды алып келдім. Мамандықтан да, жар таңдаудан да қателеспегеніме қуанышты едім. Арада біраз уақыт өтті. Келіншегімнің тірлігіне барлығы тәнті. Үйдің де, сырттың да тіршілігін домалатып алып кетті. Өзі 19 жасар болса да барлығын біледі. Тағамы да дәмді, жүрген жүріс-тұрысы да, сөйлеген сөзі де керемет. Оған күн сайын ғашық бола бастадым. Арада біраз уақыт өткен соң, әжем мен әкем қайтадан ішуді бастады. Әкем келіп, келінімді үйге алып кетемін деп қырғын шығарды. Әжем оны жібергісі жоқ. Ортада мен өзімді кінәлі сезініп қалдым. Әжем, бұл үйде сиыр, мал жан бар, тірлік деген жетеді. Біз үлгермейміз, келімізге керек. Ал әкем болса, осы уақытқа дейін қалай істедің, солай жасаңдар, келінімді алып кетемін деді. Ондан келіншегім, ата, әже, өтінемін, ұрыспаңыздаршы. Әже, ренжімеңіз, әкемнің сөзін көңіліңізге алмаңыз. Мен әкемнің үйінде тұрайын, бірақ сіздің үйіңізге келіп, сиырыңызды сауып, бір күн келіп, барлық жерді тазалап беріп тұратын боламын. Не дегенмен ер кісі ғой, ер кісінің сөзінен аттамайық, деп өз ақылымен тағы да мені тәнті. Келіншегімнің сөзін әкем де құптады. Солай екеуміз әкем мен анамның үйіне көшіп бардық. Барлық зат, киім-кешек барлығын арқалап, бір көше ары тұратын жерге бардық. Барлығы жақсы басталды.
жақсы тұрып жүрдік. Бірақ келіншегімнің қатты шаршағаннан көздерінен көрініп тұрды. Әжемнің үйіне барып, ол жақтың тірлігін, одан осы жақтың тірлігін жасады. Бірақ мен оған қалаған нәрсесін алып бере алмадым. Себебі әжем әрбір алған айлығымды өзіме жол ақымды ғана қалдырып, басқасын алып қоятын. Осылай қаншама уақыт өтіп жатты. Келіншегімнің бір күні жүкті екенін білдік. Оған қатты қуандық. Алайда сонда да ауыр тірліктен көз ашпаған еді. Мен байғұс үлкендерге ләм-мим дей алмадым. Амал жоқ, күндігуге тура келді. Келіншегімде маған бір рет болсын шашырдым деп налыған емес. Арада 7 ай өтті. Жаз бітіп, күз айы басталды. Қалыстарды жуып, ияқ деу керек деп, келіншегімді тағы да шақырып алды. Оған көмек болсын деп мен жанына бардым. Бүкіл 9 бөлмелі үйдің барлығын әктеп, қаластарын жуды. Әжем әйел адам ғой. Аяғы ауыр келінін неге түсінбейтінін ұқпай-ақ қойдым. Ауыр заттарын көтерісіп, жанында сәлде болсын сүйеніш болып жүрдім. Одан үйге келген соң, әкем бір топ достарын шақырып, оларға ас ауқат дайындап, ішеп келген соң анамды ұрып тастаған. Анам бір бөлмеден шыға алмай отырды. Екінші күні оларды шығарып салумен уақыт өтті. Мұндай ауыр кезеңдерден келіншегімнің іші қатты ауырып, оны ауруханаға жеткіздім. Алладан олардың саулығын тілеумен болдым. Жүрегім қынжылып, оны қорғай алмағаныма қатты налыдым. Осы кезге дейін үлкендерге қарсы шығып, дауыс көтеруге болар еді. Байғұс анам, жастайыма, миыма, еш уақытта үлкеннің бетіне келме, әкеңді сыйла, ата-әжеңді сыйла деп, өзі таяқ жесе де солай тәрбие берген. Үлкенді ренжітсең, қарға саласын дегені тағы бар. Бастысы келіншегім мен балам аман-есен болса екен деп тіледім. Бір уақытта хабар келді. Әйелім ай күніне жетпей босанды. Баланың салмағы 1 келіден сәл-ақ асады. Емханадағы дәрігерлермен сөйлескенімде, баланың да, ананың да жағдайы жақсы, тек біраз тынығуы керек. Бала қазірше вакуумде. Салмақ қосқанша осында жатады. Ал әйелім ше? Ол да жанында болады ма? Деп сұраппын. Иә. Анасына мұндағы дәрігерлер қарайды. Сүтін сауып балаға береміз. Шамамен 2 ай ауруханада жатады деді. Жақсы, рахмет дәрігер. Әйеліме керекті заттарымен азық-түлігін алып беріп, үйге қайттым. Үйде анамен қарындасым отыр. Әкем тағы да ішіп келіпті. Жақындарымызға хабарласып, анам немерелі болдым деп қуанып отыр. Әжем мен атам да барлығы мәз-мейрам. Сол қуаныштарының арқасында тағы да ішіп бәрі жайларына кетті. Әжем үйге келіп, одан әкем де келіп, жақын маңдағы адамдарды үйге шақырып, өңкей алқаштар жиналды. Оған мезі болғанмен киіндім де көшеге шығып кеттім. Арада 2 ай өтті. Әйелім мен ұлым үйге шықты. Келіншегімнің төркіні үйге келсін, 40-на дейін күтіп жіберейік деп еді, әйелім қысылып бармай қойды. Үйде болғанда рас қой, дұрыс күтіне алмады. Анам барынша жағдайын жасасты. Бірақ әкемнің үшеуі бала мен келіншегімді мезетті. Есікті қайта-қайта ашқызып, ішімдікке сылқия тойған әкемнің ыстығы тасып жатты. Ал мұнда сүйектері босап, қатпаған жақындарым салқыннан тоңып жатыр. Ақыры 3 айлық ұлым қатты тұмауратып, қайтадан ауруханаға жатып қалды. Сол үшін де әкемнен жиі бетіне келсем, ішіп алған әкем төбелесуге дейін барады. Ал мен үйден қашып кетемін. Әкеме қол жұмсап қоюдан қорқамын. Кішкентай шақалақтың сонша ауырғанына балаға түрлі уколдар салып, дәрілер қабылдатып жатыр. Келіншегімнен хабарласып, жылаған даусын естіп, қатты көңіл күйім түсті. Ауруханада 14 күндей жатып, шықты.
Уақытында әйелімнің әкесі, қайнатам оларды шығарып үйіне алып кетті. Маған да сол дұрыс еді. Сенімді қолда. Бұл уақытта әкем менің миымды әбден жеді. Не қатынға сөзің өтпей ме? Барам десе бар дей бересің бе? Қатындарға қатал болу керек. Қатын жолда, бала белде. Ондай қатыннан аулақ. Ешкімнен сұранбастан 4 күніне кетіп қалды. Айт, енді келмесін деп тағы ұрыс шығарды. Ашуға булығып, әкеме қол көтеруге дейін барып, өзімді әзер ұстадым. Бәрі Құдайдың қолына тапсырдым. Бастысы аман болсын дедім. Біраз уақыттан соң әйелім үйге келді. Шүкір, балам аман есен. Уақытынан бұрын туылған балам салмақ қосып, ауруынан аяқ келіпті. Оған қатты қуандым. 4 айға тақап қалған балапанның қылығы шығып, бетіне қарап сөйлесең күлетін болыпты. Өзі сондай сүйкімді. Қыз бітіп жас шықты. Күн жылынар шақта балақайым еңбектенуге әрекет жасап, кеудесін көтеріп жүр. Ал әйелінің көбіне тірліктен қолы босамайды. Екі үйдің арасында жүрген келіншегімнің құр сүлдері қалған. Әжемнің үйіне барма десем де, әжем келіп үйдің берекетін алады. Бір күндері азып тозып кеткен келіншегімнің екіншісіне аяғы ауыр екенін білдім. Бірақ соны білген күннен бастап, оның бір аяғы мүлдем істен шықты. Не болғанын біле алмадық. Қатты ауырады дейді. Бірақ жаны жоқ. Бас алмайды. Тіпті ауруханаға бардық. Алайда аяғында ешқандай ауруы жоқ. Бірақ аяғын басқан сайын жаны шыға ауырсынады. Әйелім қатты қиналды. Сондай мейірімді жанға Алла сонша сынақ бергенін несі. Одан да әкем мен әжемнің басына бермейді екен деп те налған кездерім болды. Аяғы жайдан жай істемей қалса мейлі. Тіпті ауырғаны сонша менде жаныма қоярға жер таппай кеттім. Жүктілігі тағы бар. Не боларын тіпті білмеймін. Бәрінен шаршап, өмірден түңіліп кеттім. Мына жақта сүйікті жарым ауырып жатыр, ал әкем ішуін қояр емес. Анам болса дел сал болып, біз түгілі өзін ойлауға шамасы жоқ. Аяқ қолы ісіп, әкемнен таяқ жеп, ол да шарасы жатыр. Ұлымды нағашы әжесіне апарып тастадық. Бізде басқа амал болмады. Әжеме апарайын десек, ол кісі де қоғадай басымен жанына бір кемпір досын шақырып алып араққа сылқия тойып отырады. Ауруханадан ауруханаға шарлап, ақыры болмаған соң жергілікті емшілерге көрсетуге жөн көрдік. Арбаға салып алып, көлік шақыртып, оны апармаған емшім қалмады. Әйелім жүдеп кетті. Маған жанары жасқа толып қарап тұр. Мен ішімдегі жарық дүние есігін ашпаған сәбиімнен кешірім сұраймын. Мен бұлай болады деп ойламадым. Құдайдың мені алғаны жақсы. Аяғымның ауырғаны жанымды тесіп барады. Мен өмір сүргім келмейді деген әйелімнің сөздері жүрегімді ауыртты. Жаным-ау, олай деме. Ақмақ қыз, біздің болашағымыз әлі алда. Сен маған сүйеніш болсаң, мен де саған сүйенішпін. Өтінем, жақсы сөз айт. Әлі-ақ жазылып кетесің деп жұбатып, құшақтап, еркек болсам да көз жасымды тыя алмай. Қайтейін енді, қиналғанын көріп жанымды қоярға жер таппай жүрмін. Өзім жеке барып, емші жағалап кеттім. Көрші қаладан бір үлкен апаны таптым. Оған мән жайды түсіндіріп едім. Бірден мені үйіне апар деді. Емшімен бірге үйге кіріп келгенді көріп ана мен сүйіктім аң-таң. Емші үйдің ішін адыраспандап шықты. Одан соң тез арада бір қойды алып кел деді. Ештеңеге қарамай бір қойды тауып үйге әкелдім. Өзім бауыздап беріп, артынша емші келіп құран бағыштады. Қойдың етін бөлшектерге бөліп, барлығын сыртқа таратып бердік. Барлығын емшінің айтуы бойынша жасадық. Барлығын реттеп, сонан соң емші үйге келіп, әйеліме дем салды.
және енді 3 күн өзіне алып келуін өтінді. Не болғанын сұрағанымда емші маған бұл қызға тіл көз тиген, тұқымында қазашылық бар, бір жағы олда қысқан, намаз оқуы керек, өзіне өзі дем салып тұруы керек. Мұндай жағдай көп кездесе бермейді. Маған жылына 2 рет келіп тұрсын. Бұлай жүре беру денсаулығына зиян. Көзді өтетіндей кім болды екен деп қайталай сұрай беріппін. Емші, нақты білмеймін. Бірақ оның пысықтығына сүйсінген бір кәрі кемпір, жақын адамдарым. Емшінің сөзін аяғына дейін тыңдап, оны шығарып салдық. 3 күн тағы да барып, ем қабылданғаннан соң аяғы жаймендеп қалыпқа келе бастады. Сүйіктім қайта қуанып, өмірге деген құштарлығы арта түсті. Баяғы қалпына келген келіншегімнің жүзінен нұр төгіліп, мені де қуанышқа бөледі. Бірақ әжем ақыры жазылса үйге келсін, тірлік көп. Үй бұғып кетті деді. Алғаш рет мен ол үйге баруына қарсы шығып жібермедім. Соның өзінде жұмысқа кеткен кезде әжемнің үйіне барып тірліктерін жасап кетеді екен. Жүктілігіне 8 ай уақыт болды. Бұл жолы ай күніне жетіп босанатын болды деп қуанып жүрмін. Бірде әжем үйіне тамаққа шақырды. Ол деген жақсы жаңалық қой деп барлығымыз бардық. Алайда дастархан жайылмаған. Үй шашылып жатыр. Әжеме қарап таңырқап қалдым. Әже, мұныңыз не? Тамаққа шақырдым деп едіңіз ғой? Я, шақырдым. Мұздатқышта ет тұр. Әй келін, қазанға соны салып ас деді. Келіншегім үндеместен етті қазанға салып, қамыр илеп дастархан жайып жатыр. Ал әжем болса, оның әр ісін ноқып, отырса опақ, тұрса сопақ қылып сөйлеп жүр. Оның бұл іс әрекетіне қатты ашуым келіп, әйелімді алдымда, әжеме, тамақ керек болса, өзің істеп жеңіз, деп кетіп қалдым. Саған не болды? Үлкен кісі ғой. Тамақ жасап жеп кетер едік. Неміз кетті, деді келіншегім. Мен ашуланып, сен неге түсінбейсің? Осынша қорлыққа шыдап жүре бересің бе? Жә, болды, кеттік. Үйге барайық. Ертең маған жұмыс. Сенде демалуың керек. Әкем ішіп келіп, анамды ұрып жатпасын. Баламыз қорқып қалады деп ашуымдан басқандай болдым. Үйге де келдік. Жарықтың бәрі өшірулі. Сырт жақтан жылаған дауыс естіліп жатыр. Сарай жақтан ғой деймін. Жайлап барып едік. Анам қарындастарым және балам қараңғы сарайдың ішінде отыр. Не болғанын сұрасақ айтпайды. Үйге кірейік десем, кірме деп анам отыр. Көндіріп әйтеуір үйге кірсек, жағымсыз жайттың куәгері болдым. Алқаш әкем үйге бөтен әйелмен жатыр. Аушуға булыққан мен барып әлгі әйелдің шашынан сүйреп шығардым да әкемді өз қолдарымен ұра бастадым. Қанша рет ұрғаным белгісіз. Есімді білмей қалдым. Бір есімді жиып қарасам, ішімдікке сылқия тойған әкем жыламсыранып отыр екен. Жүрегім шыдамады. Анамды қорлап жүргені сонша осындай жағдайға жеткізді. Ішімдегі дауыс одан да барда өле қал деп жатыр. Сарайға бардым да ілулі тұрған пресс-жіпті 4 рет орап ағашқа байлап қойдым. Еш ойланбастан мойныма асып жатқанда әйелім тоқтатты. Есің дұрыс па? Ең оңай жолы осы болды ма? Сонда бізше, бізді ойламадың ба? Мен тыңдамастан жіпті мойныма ілгелі жатқанда әйелімнің ішім, балам деп жылап айқайлағаны тоқтатты. Жедел жәрдем шақырттық. Ол жердегі фельдшер дереу керекті системаны құйып, баламның заттарын дайындаңыздар. Ауруханаға барамыз деді. Барлығын реттеп, ұлымды жолда нағашы апатасына тастап, әйелімнің жанына бардым. Келіншегімнің ата-анасы да қатты уайымдап хабарласып тұр деп қалды. Ауруханаға бара сала, бәрі жанын шырып жүгіре жөнелді. Не болды деп сұрауға үлгермедім. Дереу ота жасаймыз, қағаздарға қол қойыңыз. Баланың да, ананың да жағдайы нашар. Баланың кіндігі үзіліп кеткен, қан тоқтамай жатыр. Қорыққан мен қағаздарға қол қойдым.
Әйелімді ота залында дайындап жатыр. Шамамен 5 сағаттай өтті. Сағат таңғы 4. Аурухана тып-тыныш. Ота бөлмесінің алдында хабар күтіп отырмын. Әйелінің ата-анасы қайта-қайта қоңырау шалып жатыр. Оларға әлі күтудемін деп қайта-қайта айтудан шаршадым. Ақыры дәрігер шықты. Жағдайлары қалай деп жанұшыра сөйлей. Сәл кешіккенде жағдайлары нашар болушы еді. Қазір анасының да жағдайы жақсы. Бірақ наркоздан әлі оянған жоқ. Баланы кесір тілігімен алдық. Құттықтаймыз, қызды болдыңыз. Салмағы 2-де 150 грамм. Бала қанға тұншығып қалған. Сондықтан қазір кислородқа салдық. Қазір үйіңізге барып демалыңыз. Анасы қазір ояна қоймайды. Балаға өзіміз қараймыз деді. Қайдағы демалған? Қазір үйге барғым келіп тұрған жоқ. Сүйіктімнің оянғанын күтейін деп сол жердегі орындыққа отырып, көзім ілініп кеткенін байқамадым. Тұрыңыз, деді медсестра. Орындықтан қисайған мен бірден орнымнан тұрып, әйелінің жағдайын сұрап палатасына бардым. Шүкір, жағдайы жақсы екен. Керек жарағын алып беріп, қызымды сырттай бір көрдім де үйге қайттым. Енді қанша шыдайтыным белгісіз. Бәрінен бұрын әкемді көргім келмейді. Осы орайда мені жедел жұмысқа шақыртып қалды. Контракты уақыты бітіп, мені басқа қалаға жұмысқа ауыстырғалы екен. Мүлдем естімеген қала. Қуанышында шек жоқ. Павлодар қаласы. Оған біраз құжаттар жинап реттелдім. Ойымда біраз нәрсе бар. Бұл орайда әйелімде ауруханадан шығып төркінінде біраз жатып күтінді. Үйге келмеуін шегелеп айттым. Өз-өзіне келген соң бұл жерде мәңгілікке кететінімізді айттым. Анаммен де сөйлестім. Жақын арада кететінімізді ескерттім. Алайда анам біраз уақыт келіспей жүрді. Елден ұят, қалай әкеңді тастап кетемін дейді. Ал мен әкем мен әжемнің жасағандары ұят емес пе деп ашу шақырдым. Қанша жыл қорлығына шыдау керек, қаншама жыл сыйлап бетіне келмей жүргенімді көрген қорлығым осы емес пе? Солай басқа қалаға көшкелі жатқанда атам сол бір арақтың кесірінен марқұм болды. Мен бір айға Павлодарға кетіп қалдым. Анам мен келіншегі марқұм атамның әруағына қорқып, көшуді әзірге тоқтатқан. Топырағы кеппеген атамның өлімі әжем мен әкеме сабақ болар деген үлкен үмітім болған еді. Ол да ақталмады. Топырағы кеппей жатып, әжем ішімдікке сылқия тойып алғанын көрген, менің енді бұл жерде қалғаным бекер екенін көз жеткізіп, анам мен қарындасымды, әйел бала шағамды тиіп, ешкімге ештеңе деместен көшіп кеттім. Әжем мен әкем қала берді. Ал туыстарымыздың маған анама звондап айтқаны қалмады. Қартайған кәрі әжеңді тастап кеттің. Оның еркектікке жатпайды. Әке шешең жынды болса, байлақпақ деген секілді неше түрліні айтып басымды қатырды. Ал менің тыныш өмір сүргім келді. Өйткені осы уақытқа дейін көрген қорлығым өзіме жетерліктей болды. Мен қаншалықты дұрыс немесе бұрыс жасадым. Оған уақыт жемші дегендей, уақыт өзі көрсете жатыр. Тек айтарым, әжем мен әкеме Аллам өзі тоқтау берсін дегім келеді.